Сәлем. Бүгін біз бүйрек және несеп жолдарындағы науқастардың шағымдары, олардың қандай шағымдармен бірінші симптомдар беретіндігін талқылайтын боламыз, яғни пропедевтикасы. Несеп жолдарының пропедевтикасы деп аталады. Пропедевтика деген арнайы медицинада сабақ бар. Егерде бірінші, екінші курстың студенттері қарап отырса, бұл сабақтарда науқастардың шағымдарын олайда қалай тексеру керек екендігі жайлы өтелетін болады. Енді бүйрек және несеп жолдарының ауруларына тән негізгі шағымдарға ол ауырсыну жатады. Ауырсыну басқа ауруларда да кездеседі мысалға, бірақтан бүйрек ауырсынуының өзінің басқа да белгілері, ерекшеліктері бар. Ісінулер, несеп бөлінудің бұзылуы, дене қыз температурасының көтерілуі. Яғни қабыну аурулары болған кезде дене температурасы көтеріледі. Бүйрек және несеп жолдары зақымданғанда ауырсыну бел аймағында, несеп жолдарының бойында және қуық тұсында болады. Ауырсынудың тұрақты және ұстамалы түрі бар, не бір жақтан екі жақтан бірдей байқалуы мүмкін. Белгілі ирридациясы жоқ, екі жақты бүйрек тұсында болатын тұрақты сыздап ауыратын ауырсыну жедел және созылмалы гломерулонефритке тән, пиелонефритке тән және қан іркілу бүйрегіне жүрек жетіспеушілік кезінде болатын тән болып табылады. Аталған аурулардағы ауырғандықтың механизмі қабыну және қан іркілу нәтижесінде бүйректің үлкеюі, яғни сыртындағы капсуласының керуіне байланысты капсуладағы рецептор тітіркеніп ауырсыну пайда болады. Яғни бүйрек негізгі қатты зақымдалмаса, ол ауру сезімін бермейді. Қатты зақымдалатын болса, ішіндегі шумақшаларының және жұмақшаларының бұзылуының әсерінен капсуласын керіп, сыртына капсула қоршап тұрады, жұқа қабаты. Соған рецептордың тіркенуіне пайда болады. Бүйрек аймағында туындап, несеп жолы бойымен төмен қуық не шат маңына тарайтын ұстамалы ауырсыну несеп тас ауруларында болады, яғни жүгіріп, секіріп, сергілдеп, көлікпен жүргеннен кейін пайда болады. Бұл ауырғандықтың механизмі тастың несеп жолымен қозғала отырып, оның түйілуін туындырып, жарақаттайтынына байланысты. Бұл ауырғандық өте күшті болып, науқас бұл ауырсыну басылатын ыңғайлы жағдай таппай өте мазаланып номалайды. Бұл жағдайда бүйрек шаншуы деп те атайды. Және де несепке отырған кезде түйіліп ауырсыну циститпен уретитке тән. Сонымен қатар бүйрек яғни несеп шығару жүйесінің аурулар кезінде зәр шығарған кезде, жыныстық қатынаспен айналысқан кезде де ауырсыну байқалады, қауіпті жағдайда да отырған кезде де байқалады. Қыз балаларда етеккір келген кезде, егерде несеп жоғары жолдарында ауру қандай да бір қабыну реакциялар болса, ол кезде де ауырсынумен сипатталады. Ер адамдарда да дисфункциялық кезінде де ауырсыну көрінеді. Ісінулер тек қана бүйрек ауруларында емес, басқа да ауруларда да кездеседі. Сол себепті де бүйрек ауруларының ісінулерінің ажырата білу керек болып табылады. Бүйректік ісінулерінің механизмі бұл капилляр өткізгіштің жоғарылауы болып табылады. Гипопротеинемиялық ісінулер болады, гипернатремиялық ісінулер, яғни протеиндердің көп шығып кетуінің әсерінен, натрийлердің көп шығуын, көбейіп кетуінің әсерінен және ануриялық ісінулер пайда болады. Бүйректегі ісінулер жедел және созылмалы гломерулонефритке тән, нефротикалық синдромдарда, бүйрек амилоидозында байқалады. Пациенттен ісінулер қай жерде пайда болып, қалай денеге жайылуын және таралу жылдамдығын сұрау қажет. Бүйрек ісінулері жүрек ісінулеріне қарағанда көбінесе таңертең көз астынан пайда болады. Таңертең тұрған кезде көзге анық көрініп тұрады. Кейін аяқтарына түседі. Ол өте ауыр жағдайда науқас күп болып ісінген, бүкіл денесі ісініп кетеді, оны анасарка деп атайды. Бүйрек ісінулерінде тері бозарып, суық болады. Пациенттер ыңғайлы жағдай іздемейді, ентігу болмайды. Егерде жүректен пайда болатын ісінулер болатын болса, немесе өкпенің зақымдануында болса, яғни олар кезде адамда ентігу пайда болады және де өзіне ыңғайлы қалып іздей бастайды. Сонымен қатар пальпация жасаған кезде олар ісінген аймақта бүйрек ауруларында ол жер жұмсақ, бұлпылдап тұрады дейді ғой, сондай болып тұрады. Тез жайылып, кейін қайтадан орнына қайтады. Және де
көз айналасы, қабағы, беті толық таңертең тұрған кезде ісініп тұрады. Ал жүрек ауруларында болатын болса, ол керісінше таңертең нормально болуы мүмкін, кешке қарай ісінулер байқалуы мүмкін жүрек ауруларында, және де оларда аяқ жақтан ісіну басталады. Бүйрек ауруларында жоғарыдан төменге қарай болса, жүректе жоғарыдан төменнен жоғарыға қарай керісінше болады. Кейін несеп түсінің өзгеруіне де шағымданады. Және де бүйрек ауру, зәр шығару жолдасын тағы бір айта кететін жағдай уремия болады. Уремия дегеніміз терінің қышуы, зәрлі қан, зәрінің бәрі сыртқа бөлінбегендіктен организмде бөлінен, соның әсерінен дене қыши бастайды. Олар жара қылып тастайды қышыған әсерінен. Несеп түсінің өзгеруі, бұл бүйрек ауруларында пациенттер несептің түсінің өзгеруіне шағым айтады. Жедел диффузды гломерулонефритте несептің түсі ет жуындысындай болады. Түсінде қоңырқай бір түс сияқты. Микрогематурия дегеніміз зәрдің құрамында көзге көрінбейтін, бірақ та микроскоппен қараған кезде зәрдің көрінуі. Гематурия, яғни зәрде қанның болуы. Несептас ауруларында несептің түсі қан араласқаннан қызарып кетеді. Оны макрогематурия дейміз. Бұл жағдай бүйректің ісіктерінде де кездеседі. Макрогематурия көзге уже микроскоппен ғана емес, қанның бөлшектері зәрде айқын көзге көрініп тұратындай болады. Несептің құрамының өзгеруі лабораториялық зерттеулермен анықталады. Протеинурия, несептен ақуыздың бөлінуі. Негізінде сау адамда несебінде протеиндер болмауы керек. Физиологиялық жағдайда ақуыз физикалық күш және ақуызбен күш түсіргенде пайда болады. Протеинурия кішкентай мөлшерде, сонымен қатар ұзақ уақыт физикалық жүктеме жасаған адамдарда байқалуы мүмкін. Ұзақ уақыт аяқпен тік тұрып жұмыс жасайтын адамдарда кездесуі мүмкін. Глюкозурия, несепте қанттың болуы, глюкозаның болуы. Яғни бүйректік мөлшерден асып кетуінің әсерінен глюкозаның зәрге шығып кетуі. Негізінде нормада зәрдің құрамында белок та болмау керек, протеиндер, және глюкоза да болмау керек, лейкоциттерде көп болмауы керек. Лейкоцитурия, несепте көру алаңында 5-тен артық лейкоциттердің болуы, ал Нечипаренко зерттеуі бойынша 2,6-тан артық болса, уже лейкоцитурия деген болады. Гематурия, несепте эритроциттер нефроннан өткен болады, ал өзгермеген эритроцит бүйректе ұстаған шасынан несеп ағарулардан қуықтан шығады. Гематурия жаңа айтқан макро, микрогематурия болады. Цилиндрурия, несепте бүйрек шумақтарының эпителиалды мүсіндерінің болуы. Цилиндр урия негізінен тубулопатияларда кездеседі. Бактериурия, несепте бактерияларының болуы, несепте шырыш болуы, несеп шығару жолдарының шырыштық қабатының қабынуының белгісі болып табылады. Енді несеп бөлінудің өзгеруіне шағымданады көбінесе, яғни палакурия, несепке жиі отыру, негізінен қуық пен іртпі қан айналымының қабынуына тән қауіпті жағдайда несепке отыру тәулігіне 4-7 рет болады. Никтория, несептің түнге қарай түнде басым болуы. Және де бұл бүйректік никтория болады, және жүректік никтория болады. Бүйректік никтория нефрит, нефросклероз ауруларының бастапқы сатыларынан, ал жүректік никтория жүрек жеткіліксіздің алғашқы сатыларына тән болып табылады. Полиурия, несептің көп бөлінуі, тәуліктік несептің мөлшері 2 литрден артық болуы. Бұл кезде бүйрек өзекшелерінің реабсорбцияның төмендеуі, диурездің жоғарылауы. Бұл полиурияда бүйректік және бүйректен тыс болып бөлінеді. Бүйректік полиурия созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне байланысты, ал бүйректен тыс қантсыз диабет кезінде ісінулердің қайтуынан болуы мүмкін. Олигурия, несептің аз бөлінуі.
тәуліктік мөлшері 500 миллилитрден төмен болады. Изурия тәулік ішінде несеп белгілі уақыт сайын бірдей мөлшерде бөлінуі. Анурия несептің мүлде болмауы, бүйректен мүлдем бөлінбеуі. Анурия да бірнеше түрлерге бөлінеді. Бүйрек үсті ануриясы болып бөлінеді. Яғни бүйрекке келетін қанның мөлшерінің күрт төмендеуінің әсерінен қан кету кезінде, бүйрек артерияларының тромбозы кезінде пайда болады. Және бүйректік анурия кезінде бұл яғни бүйректің секрециялық анурия, бүйрек шумақшаларының тікелей зақымдануынан пайда болады. Жіті нефрит кезінде, органикалық улармен улану кезінде, және де бүйректің туберкулезінде пайда болады. Ал бүйрек астылық анурия болса экскрециялық анурия, зәрдің жоғарғы несеп жолдарынан жүруіне кедергі болуының әсерінен, несеп ағардың таспен бітеліп қалуы әсерінен пайда болады. Ишурия пациенттің өз бетімен қуықты босата алмауы, және де дизурия несепке қиналып отыру немесе несепке отырғанда болатын сыздап ауырғандық. Странгурия несеп бөліну кезінде сыздап ауырсыну, және де зәрдің тамшылап бөлінеді. Көп нормадан тек қана тамшылаумен ғана шығады. Изогипоэстренурия полиурия кезінде несептің тығыздығының төмендеуінің әсерінен пайда болады. Жалпы бүйрек зәр шығару жүйесінің негізгі шағымдарының осыларға шағымданады. Сонымен қатар науқастардан анамнез сұрау керек болып табылады. Қашаннан басталды, қандай кезде ауырсынады, және де аурудың сипатын, зиянды әдеттерін де сұрау керек болып табылады. Бүйрек аурулары егерде ұзақ созылмалы болатын болса, біз бірнеше ай бойы дамиды. Ал жедел кезінде тіпті науқас дене температурасы көтеріліп, есінен тануы байқауы мүмкін. Сол себепті де науқастар негізгі зәр шығару жүйесінің аурулар кезінде оларда зәрдің общий анализ, яғни жалпы зәр анализін талдауға жібереді, және де бүйректің зәр шығару жолдарының ультрадыбыстық зерттеуін жасау арқылы және рентген жасау арқылы бүйректегі зәр шығару жолдарындағы зақымдарды көруге болады. Жалпы зәр шығару жүйесі туралы назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау көрсеткеніңіздер. Алдағы уақытта жаңа да толықтырылған видеолар салатын боламын. Барлықтарыңыз сау болыңыздар, ауырмаңыздар.